Бәріне сәлем. Бүгін бізге бір ай болып жатыр. Көп оқырмандарым босанып алдыңыз ба, құтты болсын деп жатыр екен. Рахмет тілектеріңізге. Бүгін енді сіздерге бір тақырыпты айтқым келіп отыр. Келін болып алып ұялмайсың ба? Маған осындай хаттар келіп жатады. Осы сен келін болып ұялмайсың ба? Барлығын саласың TikTokқа, Instagramға деген сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Негізі келіндер де ерігіп жүрген жоқ аха. Үйдің шаруасы бар, онсыз да келіннің жұмысы көп қой. Мысалы, үйдің шаруасы, баласы бар деген секілді. Бірақ келін де жаңағыдай үйдің шаруасынан шаршап кетпеу үшін, депрессияға түсіп кетпеу үшін бір өзіне ұнайтын бір нәрсемен айналысқысы келеді аха. Мен осы басында осы жай-жайдан для себя жаңағыдай влогымды өзім үшін бастадым да, жаңа Инстаграмға, TikTokқа күнделікті өмірімді, жасап жатқан тамағымды салып деген секілді лайфхактар арасында салып сөйтіп жүрдім. Көбісі сол кезде жаңа маған айтқан болатын: ой, блогер болып кеттім ба, анау-мынау үйіндегі барлық істі саласың, ұялмайсың ба, оны салуға маска киіп алады, өтірік істейді бұл келін деген. Әдейі TikTokқа, Инстаграмға осылай түсіреді дегенде адамдар болды да. Осы елдердің істейтін шаруасы жоқ деймін да. Біреудің өміріне араласқан жақсы көреді, біреуді көре алмайды, біреуді аяғынан шалғанды жақсы көреді да. Мен бір TikTokта жаңағыдай жаман видео түсіріп жатсам екен, секеңдеп шошаңдап жүрсем екен да, мысалы жат қылықтар істейтін, бірақ менің түсіретін видеоларым барлығы тамақ пісіру, рецепттер, балаға қарау, үлкен кісілерге қалай қарау керек, соның барлығын мен мотивация ретінде, басқа мен секілді үйде отырған қыздарға мотивация ретінде салам. Көбісі көп видео салыңызшы, сізде мотивация аламыз, сізді көріп өмірге деген желаниямыз ашылады дегендей хаттар келеді да. Сондықтан өзімнің шаруаларымды қызықты ретінде, видео ретінде түсіріп жүрем осы TikTok, Instagramға. TikTokта түсіріп жүрген уже 2 жыл болды. Басында барлығы айтқан болатын: ойбой, сен де блогер болып кеттің ба, ішкен жегеніңді, өміріңді салып TikTokқа деп ше. Бірақ мен ешкімнің сөзін тыңдаған жоқпын. Қандай әңгіме болса да тоқтап қалған жоқпын да. И сол үшін де қазір өзіме көп рахмет айтқым келеді. Ең қызығы, қыздар қолдауды жаңағыдай жақын адамдардан емес, басқа мүлдем танымайтын, көрмеген адамдардан үнемі қолдау, жылы пікірлерін жазып жатады маған комментарийға, и ақбаталарын беріп жатады. Сол үшін де менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахметімді айтқым келеді. Айтпақшы, мені қай уақыттан бері, қай видеомнан бастап көресіздер? Комментарийға жазып кетіңіздер. Мен үшін қызық, қыздар, барлық хаттарды негізі мен оқып шығамын. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Енді босанып келгеннен кейін влогымды қайтадан қолыма алып жатырмын. Біраз видеолар салмай кетіп едім. Ахватым деген кәдімгідей түсіп кеткен ғой. Сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Менің Instagram парақшама, TikTok, YouTube каналдарыма маған қолдау білдіріп тіркеліп кетсеңіздер, сіздерден тек қана қолдау күтеміз ғой. Алдағы уақытта қандай видеоларды менің TikTok каналымнан көргілеріңіз келеді? Комментарийға оны да жазып кетіңіздер.